Жүрек сыры 6 бөлім. Бір күні Арман мен Гүлзинатты жатақхананың алдынан Айзат көріп қалады. Дереу жандарына жетіп барады. Бірақ Гүлзинаттың алдындағы реніші қайтпағандықтан оны байқамаған сыңай танытып жатақханаға кіріп кетеді. Айзат Гүлзинатпен татуласу үшін қаншама әдістерді қолданбады десеңізші. Кешірген сыңай танытқанмен де араларындағы қарым-қатынас бұрынғыдай болмайды. Араларындағы салқындық үдемесе кемеген емес. Тіпті ол Гүлзинаттан не үшін ренжіп жүргенін сұрағанда ол оған: Айзат, сен менің дайындап қойған қағаздарымның жанына менің кружкамды әдейі қойдың. Ол кезде бөлмеде екеумізден басқа ешкім болмады. Мен әдейі қағаздарым білінбесін деп кружкамды басқа жерге қойған едім. Сосын сен үстелді әдейі қозғалттың. Сол сәттегі эмоцияң әлі көз алдымда. Сен қуанып кеттің. Екіншіден, мен саған ноутбугымды тапсырманы орындауға керекті қағаздарыңды жазу үшін бердім. Менің дайындап қойған қағаздарымды өшіру үшін емес. Айтшы, осының бәрі не үшін керек болды? Кешірші құрбым, кешірші. Мен қызғаныштан не жасап не қойғанымды өзімді білмей қалдым. Сен маған әлі құрбым деймісің? Жоқ, болды. Біз енді құрбы емеспіз. Қызғаныш деймісің? Не үшін? Менің сенен бұрын тапсырманы аяқтағаныма ма? Осы кезге дейін сен де тапсырманы бірінші жазып болатынсың. Сен тапсырманы бітпейінше мен тіпті өз ноутбугымды өзім сұрамай күтетінмін. Ең соңғы күні түні мен отырып жазатын едім ғой. Сонда ол күндерді ұмыттың ба? Ренжіме Айзат. Мен тіпті сенен жиіркенемін. Мен ертеңнен бастап басқа бөлмеге көшемін. Комендантқа өтініш жазып едім, ол бос орынның бар екенін айтты. Болды, маған ештеңе айтпа. Мен сені осы кезге дейін құрбым деп жүргеніме өкінемін. Бұрынғы құрбылардың осы сөздерді айтып сөйлескендеріне де 3 айға жуықтаған екен. Киноның да соңғы сюжеттері түсірілуде. Өздерінің басты рөлдерде ойнайтын бұл киноның кейіпкерлері кинотеатрдан шығуын асыға күтуде. Киноның жарнамасы мен саундтрегі телеарналар мен әлеуметтік желіде өріп жүрді. Бұрын көшеде емін-еркін жүретін бір университеттің 4 студенті киноның жарнамасы шыққалы бері бұрынғыдай жайбарақат жүре алмайтын еді. Қанша бір жерден киноға түсіп, әлеуметтік желіде жұлдыз болып жатса да, сессиядан оларды ешкім құтқармайтын. Киноға түсіп жүріп, мән бермей кеткен сабақтарының да бетін ашу керек екенін түсініп, дайындыққа да кіріседі. Қаншама жерден уақытты ұзартуға тырысса да, уақыт өз орнымен сырғи беретіні анық. Міне, сессия болатын аптада келді. Түнгі ұйқыны азайтып, сессиядан өту үшін барын салған Гүлзинат тағы да жоғары стипендияға ілінеді. Ал оның бұрынғы құрбысы Айзат ше, оған не болды? Айзатты бұрынғыдай түртпектеп, оқысай, айтсай, орындасай, міне көшіріп ал деп отыратын құрбысы болмағандықтан еріншектікке салынады. Қажетті қағаздарын жазуға ешкім ноутбугында бермейді. Ал университеттегі бос тұрған компьютерге барып жазуға ерінеді. Онда тек жағдайы төмендері ғана барып жазады деп намыстанады. Ал ата-анасы ноутбук ал деп салып жіберген ақшаны интернеттен бірінші шыққан сәнді киімді алуға жұмсап жібереді. Міне, ол осылай сауық құрып жүргенде оның бағалары тым төмендеп кетеді. Гүлзинат оған қанша жерден ренжісе де, оған аяушылық танытып, бұрынғы құрбысы ретінде сессиядан өтуіне көмек береді. Киноның тұсаукесер күні де келіп жетеді, бәрі сәтті өтеді. Осыны атап өтпек болған Арман, Гүлзинат, Ермек және Гүлайым тауға серуен ұйымдастырады. Бұл серуен есте қаларлықтай өте керемет өтеді. Таудың саф-таза ауасы осы кезге дейінгі болған қиындықтарды ұмыттырып, миға бір жеңілдік бергендей сезімде болады. Қайтар жолда Арман мен Ермектің қыздарға құрған өз жоспарлары бойынша екі жұп екіге бөлініп кетулеріне тура келеді. Гүлзинат пен Арман таксиде келе жатады. Жүргізушімен де әңгімелер жараса кетеді. Осылай көңілді келе жатқанда өзінің жылдамдығын арттырған жүк көлігі бұлар отырған таксидің оң жағынан, яғни Гүлзинат отырған жақтан келіп соғады.
Бұл жағдайды көрген адамдар дереу жедел жәрдем шақырып милицияға хабарласады. Жедел жәрдем машинасы мен милициялар сол жерге жинала қалады. Жүргізуші Арман мен Гүзинатты ауруханаға жеткізеді. Тексеру нәтижесінде жүргізуші мен Арманның жарақаты ауыр еместігі анықталады. Ал Гүзинат жан сақтау бөліміне түседі. Көп қан кеткендігі анықталады. Донор болатын адам іздестіре бастайды. Бұл уақытта есін жиған Арман өзінің қарап жүрген мейірбикелерден қайда жатқан, не жағдай болғанын сұрайды. Гүзинаттың ауыр жағдайда екенін естіген ол тыныш жата алмай, ол жатқан палатаға барады. Оған қан керек екенін естіп, өзінің қан тобына сәйкес екендігін айтып, донор болуға келіседі. Бірақ оның түскен жағдайын ескеріп келіспейді. Дәрігерлік тексеруден толық өткен соң денсаулығында еш қауіп жоқтығын, сонымен қатар донор болуға шамасы жететіндігін анықталады. Гүзинатқа қажетті донор табылып, қан құйылған соң беті бері қарай бастайды. Арман Гүзинаттың есігінің алдын торуылдап уақытын өткізуде. Беті бері қараған Гүзинатты жан сақтау бөлімінен палатаға ауыстырады. Гүзинат, жағдайың қалай? Өзіңді қалай сезінесің? Бір қатты терең ұйқыдан оянғандай әсердемін. Қазір өзімді жақсы сезінемін. Өзің қалайсың? Мен жақсымын, көріп тұрғандай. Ал жүргізушіге не болды? Ол да жақсы, кеше үйіне шығарылды. Бүгін мен де шығамын. Саған ертең не әкелейін? Жақсы болған екен. Аллаға шүкір, аман қалыппыз ғой. Маған ба, білмеймін. Әзір ештеңеге зауқым жоқ. Керек болса хабарласамын. Жарайды, маған ұзақ отырма деп еді, мен шығайын. Жақсы. Айтпақшы, саған рахмет. Маған донор болған сен екенсің ғой, естіп жатырмын. Иә, жақсы, сау бол, деп бір-бірімен күлімсіреп қараған күйі қоштасады. Олардың бір-біріне күлімде қарағандарынан мына әлем ерекше нұрға бөленгендей әсерде еді. Сыртқа шығып бара жатқанда оны көрген медбике: кеше Гүзинатқа донор болған сіз емессіз бе? Иә, не болды? Сізді бас дәрігер шақыртып жатыр. Ауруханадан шықпай тұрып жолығып кетсеңіз. Жарайды, деген Арман бас дәрігердің бөлмесіне қарай бұрылады. Заттарын жинап, ауруханадан шыққан Арманды бас дәрігердің сөзі қатты алаңдатады. Соны ойлап, аурухананың ауласындағы отырғышта біраз отырады. Өткен кеткен жайттың бәрі көз алдынан лента болып өтіп жатады. Ол лентаның әрі қарай көруге, жалғастыруға Арманның қалта телефонының дауысы кедергі болады. Бұл хабарласқан Арманның арнасы Айғаным еді. Алло, ұлым, Арманым, Армантай, қалайсың ұлыным? Амансыз анашым, жақсымын, өзіңіз қалайсыз? Мен жақсымын ғой, сенде бәрі дұрыс па? Иә, әрине, бәрі дұрыс. Ой құлыным, аман болсам болды. Түсінде сен туралы жайсыз түс көріп едім, содан қорқып кеткенім ғой. Алдыңғы күні достарымен тауға барам дедің, кеше демалып жатқан болар деп мазаламап едім. Бірақ бүгін түнде жайсыз түс көріп, анашым, еш алаң болмаңыз, менде бәрі жақсы. Я, тауға барып жақсы демалып қайттық. Жарайды құлыным, аман болсаң болды. Аш болма, тамақтанып жүр. Жарайды анашым. Телефон тұтқасын қойған Арман өзі тұратын жалдамалы үйге қарай жүреді. Үйге келсе, бірге тұратын жолдас балалары әдемілеп дастархан жайып, ұлттық тағамдарын дайындау үстінде екен. О, біздің кино жұлдыз келді. Қалайсың, амансың ба? Аман. Не болды? Жұлдыз болуды көтере алмадың ба? Бірден ауруханадан шығыпсың ғой. Өзім де ештеңе түсінбей қалдым. Ренжіме, ауруханаға бара алмады. Кеше естіп жиналып жатқан бетіміз осы еді. Сені ауруханадан не тамақ жеді дейсің деп анау-мынауларды алып дастархан жасап жатыр едік. Әйтеуір бәрі жақсы ма? Ештеңеге зақым келмеді ме? Бәрі дұрыс, тек қатты соққыдан есімнен танып қалыппын. Өзі бұл жағдай қалай болды, соны айтшы. Сендерге не болды? Ауруханадан шығып келген адамды қинап, дастархан басына жайғасып, дұрыстап әңгімелесейік те. Осы кезге дейін бір нанды бөлісіп жеп, қандай қиын жағдайда да бірге болған бауырлар, достар тағы да бір дастархан басында бас қосып әңгіме дүкен құрады. Арман күнде Гүзинатқа ауруханаға түрлі тағамдар апарып, ол жазылып шыққанша көңіліне қаяу түсірмеуге тырысады.
Тіпті дәрігердің айтқан сөзін де әзірге қозғамауға шешім қабылдайды. Гүлзинаттың ауруханадан шығатын күні де жетеді. Ол сондай қуанышты. Енді жаз бойы анамның жанында болып, соған қолғабыс қыламын дейді. Бірақ ол алдында не жағдай күтіп тұрған сезбеген еді. Арман екеуі саябақта қыдырып жүреді. Бір кезде Гүлзинат, саған бір сұрақ қойын, бірақ көңіліңе алма, дейді Арман. Арманның мұндай сұрағына таңқалған Гүлзинат, иә, қойып көр. Айтшы, сенің әкең мен анаң сенің туған әкең мен анаң ба? Гүлзинат Арманнан мұндай сұрақ күтпеген еді. Дауысы қамығып барып шықты. Иә, әрине, деді Гүлзинат. Өзінің өткен тарихын қозғағысы келмей. Неге олай сұрадың, Арман? Сен көңіліңе алып қалма. Алдында бас дәрігер мені жеке шақырып, сендердің қан топтарың сендерді ағалы қарындасты екендіктеріңді айқындайды. Біз қателескен шығармыз деп 2 мәрте тексерттік. 2 нәтижелері бірдей болды. Соны ескертіп қойғым келген. Сендер білетін бе едіңдер, деді. Мен мәселе туындамасын деп иә дей бердім. Сен неге олай дедің? Ол мүмкін емес қой. Сенің әке-шешең мен менің әке-шешем бөлек қой. Гүлзинат, саған шындықты айтайын. Мұқият тыңдашы. Ол қандай шындықтағы? Мен әке, ана деп жүрген адамдарым, иә, олар мені асырап бақты, жеткізді, жетілдірді, бірақ олар мені балалар үйінен асырап алды. Мен ол кезде 1 жаста екенмін. Анам мені тәрбиешіге жылап тұрып тапсырған. Менің басқа амалым жоқ. Ең болмағанда құрсағымдағы баламды әкесіз өсірмеймін. Бұл ер бала ғой, кейін өз қамын өзі жасар деп тастап кетіпті. Қанша жерден қабылдағысы келмей бала анасымен бірге болу керек деп қолына ұстатып жіберсе де, таңертең әлгі тәрбиеші мені есік алдынан тауып алыпты. Осылайша балалар үйінде тағы бір жетім баланың санын көбейтіппін. Гүлзинат бұл жайтты естіп, еріксіз жылап жібереді. Гүлзинат, сен жылама. Әлгі сұрақты қоюға мәжбүр болғанымды енді түсінген шығарсың. Білесің бе, Арман? Мен өз өмірімнің қараңғы тұсын ұмыту үшін барынша бос орынды отырмауға тырыстым. Оны ойламас үшін қандай жарыс түрі болса да қатыса бердім. Есіме алғым келмейтін, бірақ бәрібір алдымнан шығып тұр. Расын айтсам, менің қазіргі әкем мен анам туғанан әке-анам емес. Деп өзінің қалай осы отбасына түскен анасының айтуымен түп нұсқа жасап жеткізеді. Демек, әлгі дәрігердің айтқаны рас болуы мүмкін ғой деп ойланған Арман бұл жағдайдың анық-қанығын білу үшін қайдан бастау керектігін ойланады. Содан ол өзі өскен балалар үйінен бастау керек екендігін ойлап, ол ойын Гүлзинатқа жеткізеді. Менің ойымша, мен өскен балалар үйінен бастау керек сияқты. Ол жерде мәліметтер болу керек. Мен осы кезге дейін бұл тақырып туралы қызық мәлімет іздемеген едім. Мені тастап кеткен адамды не үшін іздеймін дейтінмін. Бірақ екеуміз неге осындай жағдайға жеттік? Оның айтуынша құрсағымдағы баламды әкесіз қалдырмайын депті. Ол сен болсаң, неге қоқыстың арасында жүрсің? Сонда бізді дүниеге әкелген әлгі адам қайда? Осы сұрақтардың жауабын табу үшін ғана зерттеу жүргізу керек болып тұр. Иә, мен де не үшін мұндай күйге түскенімді білгім келеді. Қанша ұмытайын десем де, оны ұмыту еш мүмкін емес екен, деген Гүлзинаттың жанары жасқа толады. Жарайды, Гүлзинат, көңіліңді түсірме. Енді сен жалғыз емессің. Бұл сұрақтың жауабын екеуміз бірге іздейміз. Қандай жағдай болса да, жаңалықты бірге білеміз. Жарайды, уәде. Мен анама хабарласайын, тағы бірнеше күн осында болуым керек екендігін жеткізейін. Өздерінің алдарында не күтіп тұрғанын білмейтін Арман мен Гүлзинат балалар үйіне қарай жүреді. Балалар үйінде кезінде өзін тәрбиелеп ана орнына ана бола білген тәрбиеші Айжан апай әлі жүр екен. Арман ол кісіні көре салып, қалай құшақтап алғанын байқамай қалады. Мүмкін өзінің балалық шағындағы анам деп ойлаған жанның иісін бір еске түсіргісі келді ме екен? Ол жағы тек Арманға ғана аян еді.
Амансыз ба Айжан апай? Аманмын, сен арманбысың? Иә, мен сіз тәрбиелеп өсірген арманмын. Қалай сымбатты жігіт болғансың? Асырап алған атаның жақсы қарап өсірген екен. Әр бала осылай өз үйін тауып, бұл өмірде жетім деген атау қалмас екен. Деп күрсінді Айжан апай. Иә, дұрыс айтасыз. Оған мен де тілекшімін. Танысып қойыңыз, бұл менің досым Гүлсинат. Қуаныштымын. Сәлеметсіз бе? Мен сізден маңызды нәрсе сұрамақшы едім. Анаң туралы сұрамақшысың ба? Қайдан білесіз? Бұл жерден өз үйін тауып кеткен балалар бозбала мен бойжеткен болғанда қайтып келсе, демек өткен өмірін зерттеуге кірісті деген сөз. Таң қаларлық нәрсе емес. Ниет етіп іздеп келген екенсің? Айтайын, жүріңдер, іштегі қағаздарымда мәлімет бар шығар, содан қарап көрейін деп Айжан апай жол бастайды. Сарғайып умаждалған қағаздарды ақтарып ұзақ отырған Айжан апай, міне таптым деді. Рас па? Анаңның қандай жағдайда тастап кеткенін өзіңе кезінде айттым. Оны қайталап жатудың қажеті жоқ. Сені 5 жасыңда жаңа отбасың асырап алып кеткен соң, анаңның сіңілісі келді. Тәтем жаза басып, ұлын осында әкеліп тастаған екен. Соны мен асырап алмақшымын деді. Өзі қайда екенін сұрағанымызда, оның бұл өмірде жоқ екенін айтқан еді. Бұл сөзді естігенде Арман мен Гүлзинатта бір терең демалады. Қалай дегенмен де осы өмірге әкелген жан ғой. Біз оған кеш қалғанын айттық. Сенің өміріңе кедергі келтірмесін деп ешқандай мәлімет айтпадық. Бірақ бір күндері керек болып қалады деген оймен ол кісі туралы мәліметтер алып қалған едік. Міне, жазып алыңдар деп ескі бір папканы алдарына тастайды. Папканы ақтарып қараған Гүлзинат пен Арман онда көрсетілген мәліметті өздеріне жазып алады. Айжан апайларына рахметтерін айтып, балалар үйінен шығып кетеді. Баратын мекенжай қалада болмағандықтан, сонымен қатар кеш батуға таяғандықтан ертең бару керек екенін түсініп, қай жерде кездесетінін келіседі. Олар кеше уәделескен жерде кездесіп, өздеріне белгілі мекенжайға қарай аттанады. Екеуі қақпа алдында тұр. Өздері қатты қобалжуда. Міне, керекті жерге жеттік. Біз тағы да бір-бірімізге уәде беруіміз керек. Қандай жағдайда да өз-өзімізді ұстай білуіміз керек. Жарайды. Сендер кімсіңдер, кімді іздеп жүрсіңдер? Деп сұрайды кірген апай. Арман мен Гүлзинаттың назарын өздеріне аудартады. Кешіріңіз, саламатсыз ба? Біз Әли апайды іздеп жүрген едік. Иә, іздеген Әли апайларың мен боламын. Біз қаладан арнайы сізге бір шаруамен келген едік. Арнайы қаладан шаршап келген екенсіңдер. Шаршаған шығарсыңдар, жүріңдер, үйге кіріп шай ішіңдер, сонда отырып сөйлесейік. Әли апай өзінің жақындары келгендей дастархан жайып оларды сыйлай бастайды. Иә, айта отырыңдар, қандай шаруамен келдіңдер? Біз сіздің әпкеңіз Жәния туралы мәлімет іздеп келген едік. Ол туралы мәлімет не үшін керек болып қалды? Менің есімім Арман. Балалар үйінен алынған мәлімет бойынша мен ол кісінің ұлы екенмін. Рас айтамысың? Деп аңтарылып қарап қалған Әлия ішіп отырған шайына шашалып қалады. Иә, рас айтамын. Мен сендерді осында жалдамалы үй іздеп келген ерлі-зайыптылар ма десе...